ең кіші ортақ еселігін тапқан сияқты, ең үлкен ортақ бөлгішін табу үшін де сандарды көбейтгіштерге жіктеп аламыз. Жіктеп алайық, иә. 45-ті жіктейміз. 45 бізде 2-ге бөлінбейді, сондықтан оны біз 3-ге бөлеміз. 45-ті 3-ге бөлсек 15. 15-ті тағы да 3-ге бөлеміз. 15-ті 3-ге бөлсек 5. 5 дегеніміз ол қандай сан? Жай сан, яғни 5 өзіне бөлінеді, және де 1 деген санға ғана бөлуге болады. Яғни бұл жай сан деген сөз, жай санды басқа бөлетін сан жоқ, яғни біз оны 5-ге бөлеміз. 5-ті 5-ге бөлсек 1. Келесі 36-ны жүктейміз. 36-ны біз 2-ге бөле аламыз. 2-ге бөлсек 18. 18-ді де 2-ге бөлеміз. 9. 9-ды 2-ге бөле алмаймыз, бірақ та 3-ге бөле аламыз. 9-ды 3-ге бөлсек 3. 3-ті 3-ге бөлеміз. Сонда бізде 1 болды. Міне, көбейткіштерге жіктедік. Мынау бізде көбейткіштер. Енді ортақ бөлгішті табу үшін біз не істейміз? Екеуінде де барларды белгілеп аламыз. Мысалы, екеуінде де 3 көбейту 3 деген бар. Оның біз біреуін ғана аламыз, яғни 3-ті көбейтеміз, 3-ті аламыз, екіншісін алмаймыз. Сонда 3-ті 3-ге көбейтсек 9. Яғни ең үлкен ортақ бөлгіші 9 болды деген сөз.